жастық шақпен қоштасып, семсер найза қолға алып, ұрпақ үшін, ел үшін кетті ағалар аттанып. Армысыздар құрметті кітапхана оқырмандары. Жамбыл облысы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы 9 мамыр жеңіс күніне орай ер жердің жеңісі атты тағзым алаңын ұсынады. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Қорған қалған қаласың мен даласың, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майданда бала аңсап анасың, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерім бермеді. Жаның қиын туған жерім елім деп амал қанша көпшілігі келмеді. Өрт лаулап бұрқырап қорғасын, шеңгелік қандазын жайғанда, ойрандап жауыздың ордасын, болдық біз найзағай майданда. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып, бел шешіп қабағын ашпаған бой жазды күліндеп қамымен, әлемді апаттан сақтаған жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнді жар салайын. Атам бабам қан берісіп шайқасқан, ата бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнің қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнің тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларымызға мың алғыс. Жеңіс тебіреткен бар жандым, қуанышта жанарлары жастанды. Халқым аңсап күткенізге үмітпен, бейбіт күнің ұлы маршы басталды. Әр жүректе лаулап жатты алаулар, еріп түсіп мұздап қатқан қыраулар. Қуаныштан көкке атылған салют, сүйеншілеп дабыл қаққан қоңыраулар. Қара бет боп тізе бүккен дұшпаным, көрмеу үшін бар адамзат ласқаным. Жалаулары отқа жағып күл қылып, қандай әсін табаныңа басқаным. Асқа қойны отанының киімін, ел ұлдарым гүлден тәжі киінді. Азаттық пен еркіндікті қорғаған, олар үшін бүкіл әлем елді.